Саламатсыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасында ұлылық ұясы бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз мәдениеті ортақ, тарихы тереңнен бастау алатын түркі халықтарының бірі тәжік ұлтына арналады. Бұл Карахон Юсуфовтың шаңырағы. Ол Алматы облысында 2016 жылы ашылған Сафар тәжік этномәдени бірлестігінің негізін қалаған жан. Дәл бүгін мұнда әулеттің қоныс тойы тойланып жатыр. Соған орай ет жақын туыстары мен сыйлы қонақтар шақырылып мерекелік дастархан жайылған. На нашем дастархане присутствует полковник в отставке. Бүгінгі дастарханымызда 1980 жылдан бері Қазақстан Республикасы қорғаныс істерінде қызмет еткен, бүгінде еңбек еленіп, құрметке бөленіп, зейнетінің бейнетін көріп отырған Диловар Хушватов отыр. Сол кісінің аузынан шыққан жылы лебізін тыңдасақ. Я хочу сказать, что всегда надо. Мен өз сөзімді үнемі болашаққа бағдар жасап отыру қажет екендігінен бастағым келеді. Өзім 1984 жылы Тәжікстанда жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін Орталық Азиядағы әскери округке шақырту алдым. Содан бері лейтенанттан бастап түрлі лауазымдарға көтеріліп жұмыс жасадым. Қазір зейнеттемін. Бала-шағамның барлығы осында тұрады. Сондықтан Кеңес одағы құлдырағаннан кейін мемлекетті сақтап, барлық ұлттармен теңдей бейбітшілікте өмір сүруге мүмкіндік жасаған көреген елбасымызға алғысым шексіз. Айтарым, бүгінгі күні Қазақстаннан кетіп жатқан ұлттар аз. Керісінше, қызығып келетіндердің саны күн санап артып отыр. Сондықтан демократиялық, көп ұлтты дербес мемлекеттің таңы арайлы, халқы тату, өзара келісім мен ынтымақтастықта өмір сүре беруін тілеймін. Тәжік азаматтары тәтті шай ішкенді ұнатады. Оларда ащы сусынды аузына алатындар сирек кездеседі. Өйткені ол дінге қайшы, ерсі қылық саналады. Отырыс келген адамның пейіліне, үй иесінің ниетіне қарай көңілді өтеді. Бізде осылай бас қосқанда міндетті түрде ұлттық әндерімізді шырқап бір марқайып қаламыз дейді қонақтар. Ал көзімізге түсіп отырған бұл аспаптың атауы дутар. Ол орталық Азияны мекен ететін өзбек, түрік, ұйғыр және тәжік халықтарына ортақ келеді. Домбырамен салыстырғанда оның өзіндік орындау ерекшелігі мен дыбысы бар. Атап айтқанда дутар, кварта, квинта, унисон мен октава бұрауына келе береді. Бұл аспап туралы деректер бойынша ол алғаш 15 ғасырдың тұсында жасалыпты. Алайда көне үлгісінің мойны сәл қысқа болып, шектері жібектен тартылған. Ал қазір мойны сәл ұзарып, дыбысты қатарының ауқымы кеңейе түскен. Хочу рассказать о нашем национальном. Мен сіздерге біздің ұлттық аспабымыз дутар жайлы айтқым келеді. Біздің таулы аймақтарды мекендеген ата-бабаларымыз осы аспапта ән шырқаған. Бұл солардың мұрасы. Менің осы орындаған әнімде тау халқының өмірі мен тұрмысы жайлы. Басқа халықтармен салыстырғанда қазақ пен тәжік халқының салт дәстүрінде ұқсастықтар көп. Ол елдің тарихи және мәдени өміріне қарай қалыптасқан. По нашим обычаям, традициям таджиков, когда у нас дома родится ребенок. Тәжіктердің салт дәстүрі бойынша жаңадан туылған сәбиге ең алдымен азан шақырылып есімі қойылады. Кейін оның шашын аламыз. Ол кезде сәбиге көз тимес үшін міндетті түрде кекіл қалдырады. Содан соң сүндет тойын жасаймыз. Ер жеткеннен кейін ата-анасы баланы үйлендіріп той жасайды. Айта кетерлігі, жігіт жақ қыздың үйінде өтетін той шығынының барлығын өздері көтеріп алады. Ал неке қию рәсімінің ерекшелігі, оған қатысып отырған адамдар астықтың дәнін сабақтаулы инеге өткізіп отыру керек. Ол рәсім біткеннен соң дәндері бір ыдысқа салынады. Бұл дәстүрдің мәні жастардың үйі балаға, ырыс пен берекеге толы болуын білдіреді. Өзге халықтармен салыстырғанда тәжіктерде ота қорған екі жастың ажырасуы өте сирек кездеседі. Соңында ырым бойынша күйеу жігіт үлкен кісілермен үйдің ауласына ағаш отырғызады. Бұл бізде бағзы заманнан бері үзілмей келе жатқан дәстүр. Қазіргі таңда Қазақстанда 50 мыңнан астам тәжік ұлтының өкілі тұрады. Олар сонау 1930 жылдан бері бұл жерді мекен еткен. Алайда ол кездегі тәжіктердің нақты саны қанша болғанын айту қиын. Көбісі 1985 жылдары әскери өтіліне қарай көшіріліп қалып қойған. Сауда-саттықпен айналысып келгендері де бар. Ал 1990 жылдан бері келгендердің саны 10 мыңнан асады. Юсупжан мырза, енді сонау бір тарихқа көз жүгіртіп өтейікші. Ну, если честно говоря, в Казахстане, в современном Казахстане, по истории давно таджики жили. Шынын айтсақ, тарих бойынша тәжіктер қазақ жерін бұрыннан мекен етіп келеді.
Осы жақында Қазақстандағы тәжіктер туралы кітап жарық көрді. Соған орай зерттеулерге көз жүгіртсек, менің өз ата-бабаларымның өзі 1934 жылы келген анықталды. Олар Тәжікстаннан мемлекеттік бағдарлама бойынша көшкен. Ол кезде оңтүстік Қазақстанда мақта, күріш өсіру науқаны басталып жатыпты. Атам сол кезде бригадир ретінде келіп жұмыс істеген. Сырдария каналының құрылысына да тәжік ұлтының өкілдері үлес қосқан. Олардың барлығы бір ауданда облыста қоныстанғандықтан, ол жерде 10-ға жуық тәжік мектебі ашыла бастады. Менің ата-анам да сонда оқыған. Кейін заманның ағымына қарай ол мектептер аралас тілді білім ошақтарын айналып, оқушылар қазақ тілін тереңнен меңгере бастады. Соның арқасында бабаларымыз мемлекеттік тілді жақсы біледі. Айта кетерлігі, Қазақстанға келген тәжіктердің көбі о бастан аграрлық саламен айналысқан, яғни диқаншы, бақташы сынды кәсіптен бастаған. Бүгінде Алматы облысымыздағы тәжіктер сол ата кәсіпті жалғастырып келеді. Біз сонымен мақтанамыз. Әрбір ұлттың ғасырлар бойы қалыптасқан тарихы мен мәдениетіне орай олардың осындай түрлі киімдері тігілетін болған. Мен үстімде дәл қазір тәжік қыздары киетін ұлттық көйлектердің бірі тұр. Бұл ұлтта қыз балалар үнемі мынадай жеңі мен етегі ұзын, сәнді оюлы көйлектерді күнделікті тұрмыста және мерейтойларда киіп жүреді. О, Гүл апайымыз мұнда иісі мұрын жаратын дәмді ас әзірлеп жатқан сияқты. Пойдемте. Ага. Проходите. Келіңіз. Это вот мои девочки. Ага. Вот это вот. Бұл менің қыздарым мен келіндерім. Келін деген аты болмаса, барлығын өз қызымдай көремін. Тәжік ұлтында көріп тұрғандарыңыздай қыз келіншектер ер азаматтармен бір дастархан басында отырмайды. Олардың тіпті есімін дауыстап шақыру күнә саналады. Сондықтан әулеттің қыздары мен келіндері басқа бөлмеде ас ауқаттарын әзірлеп бөлек отырады. Неке қымбатты көрермендер, тәжік халқының асханасына да кезек келіп жетті. Көбінесе бұл ұлттың тағамдарын айтқан кезде есімізге ең алдымен олардың әйгілі таңдыр наны, көкөністерден жасалған түрлі тағамдары мен сүттен жасалған сұйықтықтар есімізге түседі. Ал бүгін біз сіздерге тәжіктердің ұлттық тағамдарының бірі құртопты жасап көрсетеміз. Оны бізге Тахмина, Альфия және Ситора қыздарымыз көрсетіп береді. Алдымен құраммен танысып өтейік, олай болса. Құртопты жасау үшін бізге не қажет, ол қалай жасалады? Для начала приготовления у нас такая чашка, деревянная чашка. Құртоп тағамын әзірлеу үшін бізге осындай табу деп аталатын ағаш ыдыс керек. Алдымен осындай фәтір нанын алып, ұсақ бөлшектерге бөліп аламыз. Жетеді, бұл бізге? Потом вот сверху наливаем. Және оның үстіне дәл осындай әдіспен ақырындап қатықты құямыз. Бұл тағам көбінесе қай кезде жасалады сіздерде? Күнделікті жасайсыздар ма, әлде тек қана мереке күндері ма? Тек қана мерекеде. Наурыз, мейрамда. Қандай мерекелер бар сіздерде? Бізде Наурыз, Құрбан, Құрбан байрам. Сол мейрамдарда бұл тағам, яғни міндетті түрде дастарханда тұрады. Тәжік асханасынан басқа қандай тағамдарды ерекше атап өте аласыз? Өзіңіз қандай тағамдарды жасай аласыз? Барлық тағамды әзірлеу білесіз. Енді өзіңізге ең ұнамды қандай тағам түрі? Сорпа, мантыл, лоң, пылау, кейін лагман. Сол тағамдар, иә? Мінекей дайын болды. Енді бұның дәл осы нан мен қатығымыздың үстіне туралған қияр мен қызанағымызды қосады екенбіз. Және де пияз қосамыз, аз мөлшерде пияз қосамыз.
Қымбатты көрермендер, дәл осы жаңағы барлық қоспамызды, көкөністерімізді қосып жатқанша, арғы жақта бізде арнайы майымыз да қызып жатыр. Майымыз да әбден қызды, енді оны ақырындап бетіне құямыз, е? Бетінен осындай көк шөптерімізді ақырындап қосамыз. Құртоп тағамы осылай әзірленеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей дастарханға қонақ күткен кезде жасалатын ерекше бір тағам түрі. Өздеріңізде үйлеріңізде жасап көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің екінші әзірлейтін тағамымыз ол сорпа, яғни тәжік тіліне аударғанда шурбо деп аталады. Оны көбінесе ежелгі таулы аймақтарды мекендеген тәжік ұлттары жиі әзірлейтін. Ал дәл қазір біз сіздерге оның жасалу әдісін көрсететін боламыз. Онымен бізді қазір таныстырып өтсеңіз, не істеу керек алдымен, қалай жасау керек, қандай құрамына қандай заттар қажет? Для начала нам нужно вскипятить воду, промыть мясо и закинуть. Алдымен біз етті жақсылап жуып, қайнатамыз. Ол кем дегенде 2 сағат тұруы керек. Артынша қажетті көкөністерді қосамыз. Мінекей мына жерде етіміз қайнатылып жатыр. Сорпамыз қайнағанша, етіміз қайнағанша біз оның құрамына қосылатын көкөністерімізді турап, алдымен әзірлеп алайық. Бізге ол үшін алдымен не қажет? Пияз, перец, картоп және сәбіз. Сәбіз. Және де байқап тұрғандай, мұнда бір тұздық тұр, иә? Ол зира. Зира деп аталады. Ең алдымен біз осылай бұрышты сақина түрде сетіп турап аламыз, иә? Мінекей қымбатты көрермендер, көкөністеріміздің барлығын біз турап әзірлеп қойдық. Енді ары қарай не істейміз? Сейчас мы пойдем закидывать оставшиеся ингредиенты. Яғни жаңағы сорпамызға қосамыз, иә? Ең алдымен не қосу керек? Ең алдымен пияз және картоп. Пияз бен картопты қосып аламыз, иә? Онда кеттік. Қымбатты көрермендер, тағамымыздың соңында қалған осындай зира тұздығы, яғни тауда өсірілетін осындай арнайы көкөнісімізді тағам әбден дайын болған кезде оның бетіне қосады екенбіз. Можем добавить зира. Қанша мөлшерде қосу керек? Бұл үшін? Пол ложки. Бір қасықтан, иә?
Мінекей қымбатты көрермендер, біздің шурбо деп аталатын сорпамыз әзір болды. Бетіне осындай көкөністерімізді қосамыз. Қымбатты көрермендер, осындай шурбо деп аталатын сорпаны сіздерде дәл осындай біз көрсеткен тәсілмен әзірлеп көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. سخنهای تو در گوشم اما مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم Қоныс тойға келген құрметті қонақтардың бірі тәжік ұлтының өкілі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің спорт комитеті, яғни армия орталық спорт мектебінің жаттықтырушысы Хикматулла Холиков. Ол футболдан кейін әлем бойынша екінші орында тұрған спорт түрі дзюдодан талай саңлақтарды халықаралық деңгейлі додаға дайындап қосқан білікті жаттықтырушы. Я воспитывал очень много, всех их не назовешь. Мен өте көп олимпиада ойындарының қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындадым. Оның барлығын айтып отыру мүмкін емес. Қазір Қазақстанда дзюдо спорты қарқынды дамып келеді. Сондықтан елбасымыз бен біздің спорт федерацияның басшысына айтар алғыс зор. Айтарым, Қазақстанда тұратын тәжіктер қазақ халқының тұрмыс тіршілігімен біте қайнасып кеткен. Салт дәстүріміз бен тұрмысымыз ортақ. Мұнда тұратын 130-дан артық халықпен бірге теңдей өмір сүреміз. Барлық салаларда қызмет етеді. Алла бұйыртса, өзім 1 жылдан кейін зейнетке шығам. Алайда мұнымен өз жұмысымды тоқтатпаймын. Өйткені спортты дамыту керек. Халықтар арасында достығымыз мәңгі болсын, аспанымыз ашық тыныш болсын. Басшылық бізге қамқорлық танытып, біз олардың үміттерін ақтай берейік. Тәжік халқы жанына жақын жандарға құрметпен қарайтын, достықты бағалайтын қонақжай халық. Бүгінге түйгеніміз осы. Ұлылықтың ұясы бола білген қазақ жерінде ұлттармен жарасқан бірлігіміз мәңгі болсын. Келер аптада жүздескенше аман саулықта болыңыздар.